16 түн. Ей, бақытты ұлы патшам! 3 соқыр қызға қарап тауға шықтым да, елсізде қалсам да, есен шыққаныма шүкірлік еттім. Атты сурет тұрған жердегі бір үңгірге кіріп, ұйықтадым. Түсімде біреу келіп, тұр балам, қайғырма, жатқан жеріңді қаз, саған 3 оқты бір садақ кездеседі. Соны ал да, атта тұрған суретті құбыла жағына шығып ат. Сонда аттан сурет жығылады. Суретті оқпен түртсең, ол домалап суға түсіп кетеді. Садақты алған жеріңе қайта қойсаң, су тасып, тауға шығады. Ғайыптан қайықты кісі келіп, қасыңа тұрса керек. Сен қайыққа отыр да жүре бер. Ол өз қалаңа апарып тастайды. Сонда барлық керегеңді табасың. Қайыққа отырғанда еліңе жеткенше Құдайдың атын аузыңа алма. Егер Құдай десең, суға батырып жібереді. Мен түсімде көргеннің бәрін істедім. Қайыққа отырып, 10 күн жүріп, бір аралға жақындадым. Арал дегенім жазық бір сахара болып шықты. Жерді көргеннен қуанып, шүкір Құдайға, шүкір деп салғанымды өзім сезбей қалыппын. Қайықшы суға атып тұрды да, жоқ болды. Мен малтып отырып шетке шықтым. Ренжіп жиекте бірнеше күн жүрдім. Бір күні бір кеме келді. Онан түсті суық бір адамдар шығып, мен отырған жерге қарай келе берді. Олардан қорқып, ағаштың басына шықтым. Олар бір жерді қазды да, қақпақ тасты көтерді. Ар жағында есік бар сияқты, кіріп кетті. Онан түрлі жемістер, тамақ алып, қайтадан кемесіне мініп кетіп қалды. Олар кеткен соң, мен де есікті ашып ішіне кірсем, жер астында салынған сарай бар екен. Ішінде неше түрлі ас, жеміс пісіп тұр. Ішін тамашалап қыдырып жүріп, бір жабулы есікке кездестім. Оны ашсам, тағы бір бақша. Сөйтіп бірінен бірі есік шыққан 33 бақшаны қыдырып, бір есікті ашқанда байлаулы тұрған атты көрдім. Қуанып, үстіне міне бергенімде көкке көтеріліп, ұша жөнелді. Бір үйдің төбесіне келіп мені тастап жіберді де, құйрығын желпігенде бір қылы көзіме тиіп, көзімді шығарып кетті. Мен сонан бері сахараны кезіп осы қалаға кездестім. Моншаға түсіп, сақалымды алдырып, Бағдатты аралап жүріп, мына соқырларға кездестім. Үшеуміз бірігіп, халифаға барамыз деп осы сарайға кірдік. Әңгіме осы, деді соқыр. Қыз қолын босаттырды. Сөйтті де, 3 сәудегерге қарап, сіздерде қандай сыр бар, деді. Жақпар уәзір орнынан тұрып, біз Табырстаннан келген сәудегер едік. Бір достың үйінде қонақ болып, қайтарда адастық. Қонып шыққалы қораңызға кірдік. Біздің осыдан басқа ешбір сырымыз жоқ, деді. Қыз Жақпардың сөзіне қанағаттанып, байлауын босатып, барлығын қорадан шығарып қоя берді. Таң ата халифа таққа отырып, 3 соқыр, 3 қыз, 2 итті ордаға шақырып алды. Сіздер түнде біздің басымыздағы өлімді мына 3 соқырдың құрметі үшін кештіңіздер. Мен Бағдаттың патшасы Харун Рашид болам. Түнде 3 соқырдың әңгімесін тыңдадық. Енді өтірік қоспай, 3 қыз сырларыңды айтыңдар. Егер әңгімелеріңіз бізге ұнаса, сіздер де жазадан құтыласыздар, деді. Тақсыр, бізде де сыр көп, алдыңызда айталық, деді қыздар. Осыған жетіп, Шахаризада көз шырымын алды.